Так, окей, барлықтарына сәлем. Мына видео 290 лайк жинаған соң келесі талдауды шығаратын боламын. Тағы да нұсқалар бар. Осы НКТ-ға байланысты жаңағы әдістеме ұйымдастырушылар, жалпы орта білім берушілер, тағы да бір нәрселер бар. Вот солардың каждайына, оказывается, варианттар бөлек екен. И вот каждый варианттарын талдайтын боламыз. Кеттік. People believe in her innocence. To a few divide by, to a lot of divide by, people бізде саналады, сондықтан much бізде болмайды. Әрине too many деген жауап дұрыс. Many саналатын көпшімен бірге жүреді. Too many people. The end of the proverb, мақалды аяқтау керек. Curiosity killed a cat. Бұл алдыңғы талдауларда бар. Қызығушылық мысықты өлтірді деп. Әртүрлі нәрселерге қызыға берме, любопытство деген мағынада. The type of the sentence. They were flying over the outskirts of a wood and ahead of them was a high hill. Type of sentence деген сұрақ келсе, мынандай compound, complex, simple деген варианттар келетін болса, біз не істейміз? Біз бірінші бастауыш баяндауыштарды санап алуымыз керек. Міне бір бастауыш, they were flying бізде баяндауыш. И міне was бізде тұр. Outskirts of the wood and ahead of them was a high hill. Міне екінші бізде баяндауыш бар. Бізде бір бастауыш, бірнеше баяндауыш, сондықтан бұл бізде simple sentence емес. И бізде міне coordinating conjunction тұр. And алдыңғы сабақта түсіндірдім оны. Ол бізде сондықтан compound sentence болып табылады. Complex sentence ол жаңағы relative clause, солар көбіне complex sentenceке жатады. Complex sentence ол бізде бір толық сөйлем бастауыш баяндауышы бар, и жанында көмекші сөйлем толық емес, жартылай. Бастауышы жоқ, баяндауышы бір түрлі, осындай сөйлем келсе, ол кезде ол complex sentence болады. Әдетте ол жақта үтір болады, мысалы жаңағы relative clause. Ал егер бізде бірнеше баяндауыш болса, coordinating conjunction болса, ол бізде compound sentenceке жатады. Passive verbs, passive verb табуымыз керек. Passive voice табуымыз керек. Ол бізде be плюс етістігіш. А жауабында етістігіш жоқ, Б жауабында жоқ, С жауабында жоқ, міне be тұр, міне бізде етістігіш деген тұр. Осы Д жауабы бізде дұрыс. Д жауабы. The sentence with the adverb. Тура біздің сабақтағы сұрақ бұл. Ескі сұрақ негізі 2018 ба, 2017-нің ба сұрағы. Үстеу табу керек біз. Careful, міне article тұр, to be тұр, бұл бізде сын есім. Perfect, ол бізде сын есім тоже. To be тұр, ол да бізде сын есім. To be тұрса, ол сын есім әдетте. Болат жүгіре алады, өте жылдам. Болат қалай жүгіреді? Өте жылдам жүгіреді. Қалай, қашан? Ол бізде үстеудің сұрағы, adverb сұрағы болып табылады. Сондықтан fast осы бізде adverb. С жауабы бізде дұрыс. The correct degree form of the adverb. 8 p.m. is late. Could you possibly get here any... Кешкі 8 кеш, сен ол жаққа ертерек жете аласың ба? Ертерек. Early міне ерте. Earlier ертерек. More және ER екеу бірге болмайды. Much салыстырмалы болу керек. Much earlier деген мағынада. Соқтан Б жауабы бізде дұрыс. Could you get here any earlier? Ертерек жете аласың ба? Кешкі 8 кеш болып тұр. There is lots there. Бізде міне сын есім тұр. Немесе quantifier десек те болады. Одан кейін бізде infinitive болады. To see болу керек. To have seen infinitive. To be seeing all the infinitive. Но бізде жай ғана осы шақта, себебі сигнал сөз жоқ. Сигнал сөз жоқ болса, кәдімгі осы шақ керек. Мынау continuous ол жаңағы now,
at the moment, at that moment деген сөздермен бірге жүреді, continuous сөздермен. Мынау бізде өткен шақ, ол жаңағы yesterday, last, ago деген сөздермен жүру керек. И бізде ешқандай сөз жоқ, сондықтан осы да жауап таңдаймыз, to see. Осы жауап бізде дұрыс. My friend is likely your address. Қайттан бізде сын есім болса инфинитив болады. To know. To know деген осы жауап дұрыс. To know. Correct form of to be going. To be going. To be going does going болмайды. Do going бізде болмайды. Have етістігі болады. Яғни am деген to be, мынау бізде going. Бұл менде сұрақ қате болып шықты. Д жауабына 0 балл берді. Сондықтан осылайда қателіктер болады. Осы NKT-да алдыңғыда көрсеткен тұр сендерге бір түрлі сұрақтар. Бүкіл варианттар қате, немесе екі варианты дұрыс. Осы жағынан тест-центр мен ойымша тексеретін адам жоқ. Или просто человеческий фактор болып қалды. Болады енді. Келесі жылдан бастап, 2026 жылдан бастап, ОБТ-да, NKT-да барлығы жасанды интеллект сұрақтар құрастырады. Сондықтан бірінші ол жақсы жаңалық, ол грамматикаға тексереді міндетті түрде. Екінші жаңалық ол нұсқалар қайталанбайды. Сондықтан тек біліммен ғана алып шығуға болады. Нұсқалар нақты мен ойымша қиындау керек әсіресе мұғалімдерге. Себебі жеңіл енді, жеңіл сұрақтар. I have already been to art and design studio. Мен әлде қашан барып келдім өнер және дизайн студиясына. Record breaking, рекордты бұзған, full time, толық уақытты. All weather, бүкіл ауа райлы, well equipped, жақсы жабдықталған. Мен ойымша осы жақсы жабдықталған деген жауап дұрыс. Студия, қандай студия? Жақсы жабдықталған студия. Ішінде бүкіл құрал саймандардың барлығы бар. Correct synonym to the word gullible. Бұл да тоже мен бұны талдағанмын. Gullible аңқау, аузы ашық. Сондықтан ол бізде міне foolish деген жауап келіп тұр. Ол да бізде аңқау, аузы ашық болып табылады. James really he hates meeting new people. Ол жек көреді жаңа адамдарды кездестіруге. Джим өте қандай ұялшақ. Сондықтан ол жаңа адамдарды кездестіруді ұнатпайды. Richard never cuts shaving, he uses an electric shaver. Ричард ешқашан қырмайды, кеспейді өз-өзін. Мына жақта сәл мынау shaving деген сөз артық болып тұр. Мына жақта, сызықша тұра берсін. Richard never cuts, Richard бізде he, сондықтан himself. Өз-өзін кеспейді, himself. He uses an electric shaver. Қайттан тоже мынау сөз шатастырып тұр. Хотя ол болмау керек. Sam dropped of his marketing course. Егер біз курс туралы айтсақ, сабақ туралы айтсақ, мектеп, колледж, универ, осындай білім алу саласын тастап кету деген мағынада айтсақ, ол кезде біз drop out деген фразалық етістікті қолданамыз. Drop out. Sam dropped out of his marketing course. Күшті болар еді егер мына out деп жазғанда, мына off дегенді құпия еткенде. Сол кезде сұрақ әдем болушы. It was a blind date. Neither of them has seen the photo of. Бұл соқыр кездесу болды. Соқыр свидание. Екеу бір-бірін танымаған, екеу білмеген, кім екен. Neither of them has seen the photo of. Олардың ешқайсысы көрмеген басқасының фотосын. Басқасының. Біріншіден басқасы. Бұл жақта бізде міне another емес, another емес. Бұл жақта бізде нақты бір басқасы. Нақты. То есть нақты екі адам, олар бір-бірінің фотосын. Нақты әрқайсының фотосын көрмеген. Нақты басқасының фотосын көрмеген. Сондықтан бізде міне the other деген жауап дұрыс.
Not possible word. Қате сөз, қате вариант. Of my friends do not play computer games. Much several. Friends бізде саналады, much саналмайды, several саналады, a couple саналады, a large number саналады. Соқтан қате жауап бізде А жауабы friends саналады, much саналмайды. Екеу бір-бірімен бірге болмайды, екеу қате. Anwar is the only friend I would really confide something like this. Anwar бұл жалғыз досым. Who to, мына жақта етістік тұру керек. To who деп айтпайды. Whom in деп ондай нәрсе жоқ. Whomнан кейін әдетте бізде етістік болады. Whom или whomнан кейін сөйлем болады. Whom I called, whom I like, whom I look up to, whom I respect. Осылай болады. In whom деген жауап дұрыс. In whom. Ануар бір жалғыз досым. In whom I would really confide something like this. Мен сенетін. То есть confide in. И бұл жақта мен оған сенем, in who деген жауапта қате деп айтпас едім. Но варианттар арасынан in whom деген жауап дұрыс. Қалғандарды жай ғана қайталап айтамын. Қате. Қалғандарды жай ғана қате. Біз осылай сұмдық бізге бәрін білу міндетті емес. Қате жауаптарды таба алсақ болды. The type of the pronoun. The man who rescued the children is my friend. Relative pronoun ол міне who. Interrogative pronoun бізде жоқ. Indefinite pronoun жоқ. Reflexive pronoun ол да ондай да бізде жоқ. Relative pronoun бізде А жауабы дұрыс. Cross the verb out. I hate messages that are upsetting. Вот қараңдар. Аударайық. Receiving алу. Passing on өткізіп алу. Informing хабарлау. И delivering жеткізу. Мен жек көрем көңіл күйді түсіретін хаттарды алуды. Мен жек көрем көңілді түсіретін хаттарды өткізіп алуды. Мен жек көрем, inform message деп айтпайды. Окей, ол қате. Мен жек көрем ренжітетін хаттарды жеткізуді. Мына жақта алу да бізде дұрыс бола алады. То есть маған ұнамайды. Жаман жаңалығы бар хаттарды алу. Қате ма? Жоқ, дұрыс. И мына жауапта дұрыс. Маған ұнамайды. Жаман жаңалығы бар хаттарды жеткізу. Ол да бізде қате. Ол да бізде дұрыс. Соқта мен екі дұрыс жауап көріп тұрмын. Д-ға бал береді. Д осыған бал берді. The noun from the word similar. Similar дегеннен зат есім. Similartion, similarity, similarness, similarity. Әрине similarity. Осы жауап бізде дұрыс. Word formation. Fewer cars means that carbon dioxide will decrease. Emit деген етістік. Бізде уже етістік бар, бізге зат есім керек. Emittive деген сөз жоқ. Emission, дұрыс, эмиссиясы. Осы жауап дұрыс. Carbon dioxide emission. If you study hard and believe in yourself, you can excellence in any field. Егер сен мықты сабақ оқысаң, өз-өзіне сенетін болсаң, сен жоғары деңгейге кез келген салада жетесің. Табасын емес, барып лайықты боласын емес, сен жетесің. Achieve excellence. Gain бұл жету, нақты бір қалайдайын көрінетін, қолмен ұстай алатын конкретный нәтиже. Сол кезде gain дегенді қолданамыз. Бізде excellence, abstract noun, соқтан achieve бізде кеп тұр. Achieve ол осы abstract nounдармен жүреді.
You may bring to this party. You may bring somebody, someone екеуі бірдей жауап. No one бұл жаққа келмейді. May деген рұқсатты білдіріп тұр, рұқсат бар дегенді білдіреді. Рұқсат бар кез келген адамда әкелуге. Сенде рұқсат бар кез келген адамда әкелуге. Осы жауабы дұрыс. The correct second conditional verb form, екінші condition. Ол бізде А жауабы, екінші condition Б болмайды, С да condition емес, и Д да бізде condition емес. А жауабы бізде екінші conditional. The correct impersonal form, 3 kilometer walk. Бізде қашықтықпен бірге біз осы it дегенді қолданамыз. It is. Brian was angry because he for an hour. Тура осы сөйлем бізде сабақта бар. Брайан ашулы болды, өйткені ол күтті 1 сағат бойы. Сонда ол бірінші ол күтті, ұзақ уақыт бойы, continuous. Содан кейін ол ашуланды. То есть past simpleге дейін, past simple екінші болса past simpleге дейін бізде past perfect болды. Сондықтан past perfect continuous. Ол бізде міне Д жауабы дұрыс. Осындай бізде. Егер бірдей уақытта болса, ол past continuous. Екеуі бірінші мына нәрсе болды, сосын мына нәрсе болды. Ол кезде past perfect. Plural noun in the possessive case. Көпшие және possessive case. А жауабында мына жақта S болу керек. Army жекеше, country жекеше, parents деген көпшие, и міне possessive case бізде тұр. Д жауабы дұрыс. An abstract noun that can't be sensed. Короче, abstract noun табындар. Machinery, cotton, boy, courage. Machinery деген жаңағы құрылғы, cotton деген жібек, жібек деп бұңғы мақта, boy деген бала, ол да бізде abstract noun. Courage осы бізде батылдық дейік. Ол бізде abstract noun. Батылдықты көзбен көре алмаймыз, қолмен ұстай алмаймыз. The correct variant of the verb mark in a leisure center for the summer. Отқарындар, for the summer деген бізде сөз түрі, сигнал сөз. Жаз уақытында. Демек, бұл бізде уақытша нәрсе. Уақытша. Қазір болып жатыр, сосын болмайды. Уақытша нәрсе, қазір болып жатыр, сосын болмайды. Ол бізде present continuous. Соқтан А жауабы болады. Ц жауабы works болу керек. Past simple. Бұл жақта continuous for the summer. Ұзақ уақыт. Нақты уақыт, ұзақ уақыт. Соқтан бізде continuous керек. Past simple болмайды. Present simple болмайды. The correct definition of the idiom be tearing your hair out. Шашты жұлу. Кәдімгі аудармасы шаш жұлу. Қашан адам шаш жұлады? Өте сенімді болған кезде, жасы туралы уайымдаған кезде, шашымен проблемалар болған кезде, немесе көңілі түскен кезде. Адам шашын жұлады көңілі түскен кезде. Бір нәрсе оны көңілін түсіріп жіберсе. The verb followed by the infinitive. Қайсынан кейін infinitive келеді? Әрине ол бізде promise. Promise-тен кейін бізде infinitive келеді. The correct word, that's the colleague I have told you about. The colleague, мынау бізде міне адам. Соқтан which болмайды, then болмайды. That the colleague, this болмайды, who деген жауап дұрыс, who I have told you about. The correct written fraction, 1/3. 1/4 болу керек, 1 бірінші тұру керек, 1 болу керек. И a-quarter деген дұрыс. Ширек, аудармасы бізде ширек, немесе четверть. Ол бізде 4/3. 4/3 ол да бізде ширек болып табылады. Математикада осылай біз шеңбер сызамыз.
шеңбердің міне 4/1 бөлігі осыны ширек деп айтады. Әдетте бұл жақта 0, мынау пи. Ары қарай білесіңдер. Мынау пи, мынау бізде пи бөлу 2. Мынау бізде 2 пи бөлу 3. Гуманитариялардың алдында любой ақылды математиканы жазсаң, уже ақылды болып кетесің. Олар білмейді, айырамайды. Шындық жаздың ба, мен өтірік жаздың ба. Сразу уже пи формуланы жазатын адам уже кетіп келесі. Circle the odd one out. Артығын таңдаңдар. Breeze, hail, sleet, blizzard. Мынаның барлығы жел немесе борандардың түрлері. Hail, sleet, blizzard ол бізде кәдімгі боран, дауыл. Breeze ол жеңіл желдің түрі. Сондықтан осы breeze деген жауап дұрыс. They've lived in the same house 40 years. Олар тұрып жатыр бір үйде 40 жыл бойы. Бойы дегеніміз бізде for. Ол бізде for. Сондықтан осы да жауабы дұрыс. For 40 years. The abstract noun dog, beauty, snow, family. Итті көреміз, қарды көреміз, ұстай аламыз, жанұяны көреміз, ұстай аламыз. Сұлулық оны көре алмаймыз, себебі әр адам үшін сұлулық әртүрлі. Сондықтан оны барлығы бірдей көріп тұрмайды. Вот қар десек, барлық адам қарды көреді, қар десе қар, барып соны ұстайды. Beauty ол әркім үшін әртүрлі, ол нақты айтқанда біз оны қолмен ұстай алмаймыз. Ол тек в глазах смотрящего деп инстаграмда профильге цитата жазсақ болады. Келесі. Robots are very useful in the classroom. They are very expensive. Роботтар өте пайдалы сыныпта, олар өте қымбат. Мына жаққа қандай қазақша сөз қойсақ болады? Бірақ, алайда деген сияқты қарама қайшылықты білдіретін сөзді. Бірақ, алайда, олар өте қымбат. Despite плюс зат есім болады. So бізде болмайды. Also тағы да жоқ болмайды. Although деген жауап дұрыс. Соған қарамастан. Бірақ деп аударыла алады. Соған қарамастан олар өте қымбат. Тоже мына жақта although деген жауап бір түрлі. Although бізде мына жаққа келе алады. Мына жаққа келе алады. Вот тоже қайттан мына тескеменде сұрақтар бар. Although мына жаққа келе алады. Although robots are very useful in the classroom, they are very expensive. Мына жаққа қарамастан деген сөз ыңғайсыз. Роботтар өте пайдалы сыныпта, соған қарамастан олар өте қымбат. Жоқ, бірақ немесе алайда олар өте қымбат. Олар өте қымбат. Роботтар өте пайдалы болғанына қарамастан, олар өте қымбат. Мына бас сөйлемнің басына although келе алады. Сөйлемнің ортасына бірақ деген жауап жақсы келеді. Тоже менде жоқ, сыға менде бал беріп тұр ғой. Бірақ мен оны дұрыс жауап деп таңдамаушы едім. The correct definition of the idiom be down in the dumps. Қайттан down, blue деген сөздер келсе, ол төмен, жаман нәрсе. Be responsible, жауапты болу. To reach the bottom of the well, денсаулықтың түбіне түсу деп айтайық. To become very rich, to feel very depressed and miserable. Become very rich болмайды. Қайттан to be responsible ол да емес. Бұл жауап бізде to feel very depressed and miserable. Бұл жауап бір түрлі. Жайлылықтың төменгі деңгейіне түсу, түбіне түсу. Олай ешкім айтпайды. Олай ешкім айтпайды. Synonym of work up. Work up деген сөздің синонимін табайық кәнекей. Бұл сөздің аудармасы бізде, мысалы, медицинада оны тексеріс деп айтады. Тексеріс, мысалы, пациент келеді, неше түрлі анализдерге, неше түрлі тесттер бойынша оны тексереді. Давление,
пульс деген сияқты жұмыс, лаборатория, тест және тексеріс және сабақ. Әрине тексеріс, то есть тест деген сөздің негізгі аудармасы тексеріс. Осы тексеріс, то есть workup деген тексеріс, тест деген ол да бізде тексеріс. Келесі, his French is and he can explain everything. French is bright, French is awful, бірақ тез түсіндіреді, жоқ болмайды. French is special, олайды айтпайды. Тілдерге қарай біз осы fluent деген сын есімді қолданамыз. Емін еркін сөйлейді, емін еркін меңгерген. His French is fluent and he can explain everything clearly. Осы да жауабы бізде дұрыс. Келесі бізде мәтін. Пауза қойып асықпай оқып алсаңдар болады. Кеттік. Бостон несімен атақты? Сұрақ. Boston is rich in history and local personality. Міне бізде жауаптар. Boston is famous for the past and people. Тарихы және адамдармен атақты. Is the most ancient suburbia. Ең ежелгі адам тұратын район деп айтайық. Ең ежелгі район, аудан. Қажет. Міне. This is one of the oldest residential neighborhoods in the entire country. Міне ең ежелгі. Қайта ол бізде Boston's North End деген район. Boston's North End. The Boston Common Park. Ол жақта не? Қайда еді ол? Family to the Boston Common, the oldest urban park in the nation. The park is filled with plenty of lush greenery, but it also serves as a burial ground for heroes of the American Revolution. Ода chapels and bunkers деген сөздер бізде жоқ. Full of fruit bushes. Фрукты туралы әңгіме жоқ, просто жасыл дейді. Lush greenery, жасыл ағаштар, өсімдіктер бәрі бар. Fruit ондай жоқ. Marked by red lines. Red lines ол басқа жерде. Keeps the spirit of the dead. Осы жауап бізде дұрыс. As a burial ground for heroes of the American Revolution. Ол бізде ол жақта зират, жаңағы батырларға Америка революциясында өз-өзін көрсеткен. Батырларға бізде зират. Соқта міне keeps the spirit of the dead. Өлі адамдардың рухын сақтап жатыр. Келесі. The thing which kept Jan's family from getting lost is. Адасудан сақтаған не болды? Осы жанның жанұясын. Все жақсы болып қалдым ғой. Адасу, жанұясы. Міне Freedom Trail бойынша олар жүрді. The roads were clearly marked by red lines, and they were signs throughout the city to keep Jean's family and other tourists from getting lost. Міне неше түрлі белгілер болды, қызыл сызықтар болды, адасудан құтқаратын. Адасудан құтқарды бізде әртүрлі жолдар емес, туристік табличкалар емес, тарихи жер бөліктері емес, әрине арнайы белгілер. Symbol деген белгі, special арнайы. The reason of visiting the Freedom Trail is to. Не үшін олар Freedom Trailге барды? Ол жаңағы жол, Бостондағы атақты жол.
Сол жол бойынша әдетте қаланың ең күшті жерлеріне адаспай барып қайтса болады. Freedom Trail. Ол мына жақта. Follow it, the famous Freedom Trail. This is a 2.5-mile route that tourists can explore in order to visit 16 different historical landmarks located throughout the city. Ол жақта міне тарихи жерлерге барып қайтады. Олар 16 тарихи жерлерге 2,5 мильге созылатын. Так, олар барды ескі паркте жүру үшін жоқ, олар 16 түрлі жерге барып қайтады. Парк емес. Тарихқа сүңгіп қайту, осы жауап бізде дұрыс. Strong message емес, visit the red line емес. Тарихты біліп қайту үшін осылай айтайық. Тарихи жерлерге бару үшін. Так, келесі бізде мәтін blood transfusion, оқып алыңдар, паузаға қойып. The technological advancement during the late 1900s made blood storage possible. Так, 19 ғасыр, 1900 жылдары қанды сақтау, blood storage, қанды сақтау. By the end of the same decade, it became possible to store blood using refrigeration and by adding anticoagulants. Міне, қандарды сақтау мүмкін болды. Refrigeration and anticoagulants. Жауап бізде дұрыс. Міне, possible, қан сақтау, possible, қан сақтау. Refrigeration and by adding anticoagulants. Келесі. The technological advancement during the... Так, бұны істеп қойдық. The outcome of the early blood transfusion experiments performed by Jean-Baptiste Denis. Так, қандай нәтижесі болды осы кісінің эксперименттер нәтижесінде? Так, бұл бізде біріншісінде, міне, Jean-Baptiste Denis successfully transfused a boy with the blood of a lamb and over a short period performed other transfusions. However, several of his parents died and practice was later banned, both in France and in other countries. Қан ауыстыруды басында сәтті болды, то есть кішкентай ешкіден балаға қан ауыстырды бұл кісі, ол сәтті болып шықты, бірақ басқа эксперименттер сәтсіз болды. И сондықтан Францияда және басқа елдерде бұл әдісті жоққа шығарды, отмена болды. All patients survived, жоқ, барлығы тірі қалмады. Практиканы бүкіл жерде қабылдады, жоқ. Patients experienced no side effects, бұл туралы ақпарат жоқ. Several patients died, leading to a ban on the practice. Бірнеше пациенттер өлді, и бұның нәтижесінде жаңа практикаға отмена болды. Осы жауап бізде дұрыс. The main idea of the text. The text reveals a hidden plan about blood transfusions going back to 17th century in France and old practices in Australia. Text reveals the blood were only once used for communication. Мәтін айтып тұр, қан тасымалдау бірақ рет қолданылды коммуникация үшін 17 ғасырда. Жоқ, бір рет қолданылмады, ол 17 ғасырда бірнеше рет қолданылды. Мәтін айтып тұр, қалайша қан ауыстыру, қан тасымалдау практикасы эволюцияға ұшырады уақыт өте келе, ерте эксперименттерден бастап, 17 ғасырда және Австралиядағы практикалар бойынша. Осы жауап бізде дұрыс болу керек. Эволюциясы көрсетілді басында 17 ғасыр, сосын 20 ғасырда қалайша қан сақтау қан группаларын анықтап алып. Мәтін Into Hidden World of Blood History from Secretive. Құпиялы эксперименттер жоқ, эксперименттер құпиялы болмады. И мына жақта да жасырын жоспар ешқандай болмады. Жасырын ештеңе болмады. Бұның барлығы кәдімгі халық алдында болды. True statement, дұрыс тұжырым. Jean-Baptiste Denis used human blood for the transfusion experiments he conducted in
Так, жоқ, ол адам қанын қолданбады, ол ешкі кішкентай қозының қанын қолданды. Мәтінде тұр. Міне ол with the blood of a lamb. Ол қозының қанын қолданды. Адамдыкін емес. Қате. Қан тасымалдау кәдімгі жалпылама практика болды австралиялық тайпаларда 17-ші ғасырда. Жоқ, австралиялық тайпаларда ол мыңдаған жыл бұрын болды. 17-ші ғасырда емес, мыңдаған жыл бұрын болды. Қан топтары толықтай түсінікті болды 20-ші ғасырға дейін. Жоқ, қан топтары түсінікті болды 20-ші ғасырдан бастап. Оған дейін болмады ондай. Австралиялықтың сол адамдары ежелгі қан ауыстыруды практикасы болған. Жаңағы Франциядағы эксперименттерге дейін, д жауабы дұрыс. Мыңдаған жыл бұрын австралиялық тайпаларда осы қан тасымалдау практикасы болған. Ол мәтінде тұр, ең басында, міне. Ең бірінші сөйлем, through Australia native people are said to have practiced blood transfusion for thousands of years. Мыңдаған жыл бұрын, мыңдаған жылдар бойы олар осымен айналысқан, қан ауыстырумен. Бізде қате нәрсе табуымыз керек. Blood groups were fully understood before the 20th century. Осы нәрсе қате 20-ші ғасырдан кейін болды. Австралиялықтың адамдары қан ауыстыруды Францияға дейін істеген, ол дұрыс. Қан тасымалдау мүмкін болды. Жаңа холодильниктің жасалуынан себебінен ол да дұрыс. Холодильник ойлап табылды. Сондықтан қан сақтау да мүмкін болды. Қан тасымалдау Францияда отмена болды. Ерте эксперименттерден кейін. Ол да дұрыс ақпарат. Жауабы бізде қате ақпарат. Қан топтары 20-ші ғасырдан бастап анықталды. 20-ші ғасырға дейін олар бізде болмады. Тура нақты айтқанда 1901 жылы бұл анықталды. 1901 жылы, ал 1901 ол уже 20-ші ғасырға дейін емес, кейін. Қай жерде еді бұл? Жоқ болғандай ақпарат. Міне тұр екен, 1901, міне тұр. 1901. Все, окей. Лайк қоямыз. Сұрақтар жазамыз, комментарий қалдырамыз міндетті түрде. Барлықтарыңа рахмет. Сау болайық.